Сон Хэ-кё мен Гоню. Корей кинематографиясының Корея дорамаларындағы бір легендаларға айналды. Екеуі де осы уақытқа дейін 20 жылдан астам уақыт бойы екеуі көп деген дорамаларға түскен еді, бірақ екеуі ешқашанда бірге түспеген. Неге екеуі бір дорамаға түсіп жатыр? Бұл 1950-1980 жылдардағы Кореяның шоу-бизнесі туралы. Корей соғыс аяқталғаннан кейін Корей шоу-бизнесі, ойын-сауықтық арнасы бірден көтеріліп кетті, бірден жақсы деңгейге көтерілді. Дәл осы дорама сол туралы, сол жердегі әртістер туралы, продюсерлер туралы, ұйымдастырушылар туралы, жалпы сол кездегі ойын-сауықтың, шоу-бизнестің кухнясы туралы, ішкі кухнясы туралы дорама. Дораманың аты шоу-бизнес деп аталады, бірақ әзірге қашан шығатыны белгісіз, бірақ осы жылы шығатыны анық.